Сәлем достар, Бикеш жұлдыз белгісінде туған жандар үшін шілде айына расклад жасайтын боламыз. Жалпы шілде айы қандай болады? Қаржы мәселесі, қарым-қатынас мәселесі және де қандай кедергілер болуы мүмкін? Сол кедергілердің алдын алу үшін қандай сіз қадамдар, әрекеттер жасауыңыз дұрыс болады? Және де ең соңында барлықтарыңыз ұнататын, жақсы көретін бұл кеңес картасы. Кеттік бикештер. Шілде айы жалпы энергиясы қандай болады екен? Шілде айының. Бикештер нақтылықты жақсы көреді, сол үшін бикештерге нақты, четко дейді ғой, иә? Нақты, тез айту керек. Бикештер, шілде айында бір ойлану. Содан кейін, мысал үшін, болады ғой, біз бір әрекетті жасаймыз, жұмысты жасаймыз, содан кейін оның нәтижесін күтеміз. Сол нәтижесін күтіп, пайдасын көріп, рахаттанатын бір кезең десе болады. Бәлкім сіз жыл көлемінде жұмыс жасадыңыз, қазір демалуға шықтыңыз. Не болмаса сіз бір проект жасадыңыз, соның нәтижесін енді ғана көріп қуанып жатырсыз. Не болмаса сіз, мысал үшін, балаңыз оқу бітіріп жатыр, оқуға түсіп, міне енді қуаныш келді, балам өсті деген сияқты сондай дүние. В общем, бір нәтижемен рахаттану, ойлану, бір қарау, қанағат алу деген сияқты мағынада. Ары қарай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі қандай болады екен шілде айында? Жұмыс және қаржы мәселесі. Әрекетте боласыз. Әрекет. Бизнес иегері болсаңыз, онда демек жұмыс көп болады. Анда-мұнда бару, бір тез шешім қабылдау, нақты бір ырғақты қадамдар жасау, жұмыстың көбеюі, сауданың көбеюі, әрекеттердің көбеюі, бір активный бір жүріс-тұрыста боласыздар. Орында отыру жоқ. Бір қаржы мәселелері тез шешіледі. Именно бір әрекет, скорость, даму картасы түсіп тұр. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас мәселесі шілде айында. Қарым-қатынас мәселесі. Қарым-қатынас, контроль. Мысал үшін болады, иә, қарым-қатынастарыңызда бір-бірлеріңізді қадағалау, бір-бірлеріңізбен болу, бір-бірлеріңізбен былай 24/7 болғыңыз келеді сүйетін жаныңызбен. Отбасы болсаңыздар, қасыңызда болғыңыз келеді, отбасыңыздың қасыңызда, бала-шағаңызбен болғыңыз келеді. Бәлкім сіз бұрыннан бері іске асырылмай жүрген бір жоспарларыңыз бар шығар, соны іске асыру. Ары қарай кеттік. Кедергілер. Қандай кедергілер болуы мүмкін шілде айында? Кедергілер шілде айында. Бикештер. Кедергілер болуы мүмкін, бұл ақша. Ақша мәселесі. Иә, ақша мәселесі. Бәлкім сіз бір жоспарладыңыз, бір дүниені сатып алу, сәл ақша жетпей тұр. Жоспарлаған жерден ақшаңыз бәлкім келмей қалуы мүмкін. Бір ақшамен бір тығыз байланыста бір кедергі болуы мүмкін. Ақша мәселесі кедергі болуы мүмкін. Ары қарай кеттік. Даму бағыты. Даму бағыты. Даму. Бикештер, даму үшін сізге біреумен бірлесе отырып жұмыс жасау керек. Даму нүктесі сіз үшін осы болып тұр.
бір серік керек сізге. Сіз серіктестікте өзіңіздің нәтижеңізді көтересіз. Нәтижеңіз әлдеқайда жақсы болады. Біреумен бірге бірлесе жұмыс жасайтын болсаңыз. Түсінікті ғой, иә? Және де енді барлығы ұнататын бұл кеңес картасы. Кеңес, шілде айына кеңес. Қандай кеңес береді сіздерге карта? Шілде айына бикештер. Мұңаймаңыз дейді. Мұңаюға болмайды. Нәтиже болу үшін, өсу үшін, бір өзіңіз қуанатындай халде болу үшін мұңаюға болмайды. Мұңаймаңыз. Сонымен бикештер, бұл сіздер үшін шілде айына расклад. Сау болыңыздар.